Мәссаған кек алушылар осы жақта таныстармен төбелесіп жатырмыз деп айтқан. Қазір сол үшін тезірек барайын, болмаса қазір таныстар кек алушылардың бәрін жеңіп кетуі мүмкін. Қазір тезірек барайын. Ема достар, мыналар арасында мына жерде зұлымдардың бәрі жинап қалған екен ғой. Бірақ менің достарым кек алушылар мына жерде тоже бар екен. Қазір көмектесейін. Ема базар жоқ мына жерде. Так обратный флеш бар, Веном бар, таныс бар. Мыналар арасында банк тонаған ғой дейме. Себебі ақша тұр. Ема Капитан Америка не істеп жатсыңдар? Не үшін төбелесіп жатсыңдар? Өлмекші адам, давай бізде көмектес. Мына үшеуі өте мықты. Біз әрең олармен төбелесіп жатырмыз. Сен бізге көмектес. Сенің костюм қайда? Сенің бұрынғы бірінші орындағы костюм емес пе? Капитан Америка бұл бірінші орындағы костюм, бірақ мен осы костюмде де мықтымын. Давай өлмекші адам, обратный флеш талдырып тастайық. Жарайды, нөсі Капитан Америка қазір обратный флеш талдырып бөліп, саған Еманы вообще урон тимейді ғой. Өлмекші адам, давай осылай, не күшің жоқ па не? Ема, сен вообще күшің жоқ екен ғой, сен әлсіз екенсің ғой. Давай ұр бір-екі рет. Қазір жайды ұрып көрейін, бірақ мына вообще ештеңе істемейді ғой. Саған өте мықты екен. Өлмекші адам, сенің күшің жоқ па не? Осылай дұрыстап. Өлмекші адам, мені ұрышы болма, сенің күшің жоқ екен ғой. Күшің айтып қалған, бұрында сен қатты ұрышы едің ғой. Мәссаған достар, менің күшім шынымен де азайып қалған сияқты, себебі мына бірінші орындағы костюм ғой. Менің бұрында костюм жоғалтып алдым, енді бірінші орындағы костюммен төбелесетін болдым, бірақ мыналар бәрі мықты екен ғой. Ема, енді не істесем болады екен? Дубинкамен қанша ұрсам да обратный флеш талмай жатыр. Өлмекші адам, сен күшің қайда? Сен вообще күшің жоқ екен ғой. Не үшін келдің мұнда күшің жоқ болса? Давай таныстырайық екеуміз, сен артына ұрып, мен алдына ұрайын. Ема, базар жоқ, жарайды, не болса темір адам қазір танысты айыратын боламын. Мәссаған темір адам, мыналардың бәрі мықты екен ғой. Мен ондай болса бұлардың бәрін осында қару-жарақпен атып көрейін, мүмкін сол кезде урон тиетін шығар. Саған базар жоқ, мына танысты өлтіріп тастадым. Мына оружие өте мықты екен ғой. Қазір мына Веномды да өлтіріп тастайтын боламын. Саған базар жоқ, қазір мынаны да өлтіріп тастайтын боламын. Қазір мына обратный флешті де өлтіріп тастайтын боламын. Мына обратный флештің қазір атып тастадым. Саған базар жоқ, міне 3 злодейді де атып тастадым. Саған өлмекші адам, сен күшің айтып қалған, не үшін қару-жарақпен мыналар атып тастадың? Мыналар енді басқа адамдарды шақырады ғой, мыналарды түрмеге салып кетеді. Не үшін олар атып тастадың? Саған енді халық менің өзімнің күшімнен айырып қалған еді. Енді бірінші орындағы костюм менің қолыма түк келмей қару-жарақпен ғана атуға тура келіп тұрды. Ема, сен күшің жоқ па? Немене әлсіз болып тұрсың? Біз мында ең мықтымыз ғой. Өлмекші адам, сен күшің айтып қалған. Сен бұрында мықты болушы едің ғой. Саған Капитан Америка, енді мен костюмдардың бәрін жоғалтып алдым. Енді бірінші орындағы костюмді, осы костюмді табуға тура келіп тұрды. Саған сен вообще кек алушыларға кіруге лайықты емессің ғой. Сен күшің жоқ қой. Давай кет бар. Енді біз зұлымдарды айыратын боламыз. Сен күшің жоқ екен. Давай басқа зұлымдармен өзің төбелесе бер. Біз кеттік, мына банкты қорғайтын боламыз. Саған жігіттер, бірақ мен мына зұлымдарды өлтіріп тастадым ғой. Өлтірген не пайдасы бар? Кейін тағы да зұлымдар келеді. Сенің күшің жоқ қой, енді сен бізге көмектесе алмайсың. Енді зұлымдармен біз ғана төбелесе алатын боламыз. Саған енді мен сендерге мынандай қару-жарақтармен көмектесе аламын ғой. Қару-жараң керек емес бізге. Қару-жарақпен ататын болсаң, мына жерде көптеген полициялар келеді, біз ұстап алады. Саған енді не істеймін, осы менде күшім жоқ қой. Енді айттым ғой, кет бар. Енді сен кек алушыларға кіре алмайсың. Өзіңнің костюміңді ашсаң ғана мында келе аласың. Саған базар жоқ, мыналар мені қуып жіберді ғой. Енді не істесе болады екен? Маған костюмдарын қайтадан күшейту керек сияқты, себебі мына бірінші орындағы костюм шынымен де әлсіз екен. Жаңа обратный флешті қанша ұрсам да талдырта алмадым. Саған жігіттер, ондай болса мен кеттім, өзімнің костюмдерімді ашатын боламын. Маған костюмді ашу керек, қалай да болмасын. Айтпайтын зұлымдар шынымен де келетін сияқты. Сөйтіп кек алушылардың қатарына қайтадан қосылу керек. Бірақ оны қалай қосылсам екен? Мен өз күшім жоқ. Енді бірінші орындағы костюммен андай дубинкамен жүретін болсам, мен ешкімді құлата алмаймын ғой. Саған енді не істесе болады екен? Маған бір ақша табу керек, сол ақшамен бірге өзімнің костюмімді көтеретін боламын. Бірақ ақшаны қайдан тапса болады екен? Мұнда бір жұмыс бар ма екен? Жұмысқа тұрып алсам екен? Мына жерде жұмыс бар ғой дейме. Бірақ жұмысқа тұратын болсам, көп уақыт кетіп қалатын сияқты. Көп уақыт кетіп қалатын болса, мына жерде кек алушылар зұлымдардан таяқ жеп қалады ғой. Сондықтан мен тезірек өзіме ақша табуым керекпін. Қайтсем де ақшаны қайдан тапса болады екен? Базар жоқ, енді не істесе болады екен? Мына жерде адамдарды жұмыс сұрап көрсем екен? Ассалаумағалейкум аға, сіз бе? Мен жұмысқа аласыз ба? Сен кімсің? Не қылып тұрсың? Мында кет давай, біз ешкімге жұмыс алмаймыз. Давай кет давай. Саған алар мені жұмыс алмаймын дей ма? Бірақ не үшін жұмыс алмайды екен? Мен кәдімгідей тез жүгіре аламын, андай күшім жоқ болса да. Базар жоқ, енді не істесе болады екен? Қазір енді мен қалай болмасын ақша табуым керекпін. Ол үшін бір тапсырмаларды орындау керек қой дейме. Бірақ тапсырмаларды кімнен алсам болады екен? Енді не істесе болады екен? Мына жерде тағы да тапсырмалар бар ма екен? Қазір көріп қойдым. Так, мына жерде не бар екен? Мына жерде адамдар өте көп екен, бірақ ешкімге көмек керек емес пе екен? Так, мына балақайымда не қылып тұр? Балақай, не болды саған? Аға, сіз қаһармансыз ба? Маған сіздің көмегіңіз керек. Менің әкемді маймылдар ұрып жатыр. Саған маймылдар дейді. Қайдағы маймылдар? Не айтып тұрсың, балақай? Шын айтамын, ана жерде қараңыз, менің әкемді маймылдар ұрып жатыр. Көмектесесіз бе? Ема, маймылдар деме? Жай айтында көрсет маған қай жер екен. Маймылдар дейсің бе? Шынымен де маймылдар деме? Қане, қай жерде маймылдар түсінбедім. Ема, налар ма? Саған налар шынымен де маймылдар ғой. Анаусында сенің әкең ба? Ол менің әкем, маған көмек керек болып тұр ғой. Ана маймылдар ұрып тасташы, менің әкемді ұрып жатыр алар. Саған маймылдар шынымен де өте мықты екен. Қолында қару-жарақ бар мынаның. Мынаусында әкесі ғой деймін, әкесін тепкілеп жатыр ғой маймылдар. Сіз өлмекші адамсыз ба? Көмектесіңізші, менің әкемді ұрып жатыр маймылдар. Не үшін ұрып жатыр олар? Олар әкемнің ақшасын артып алмақшы. Ондай болса мен қазір мыналардың көздерін құртуым керекпін. Ең мықтысы мына ғой дейме. Қазір олар басын жаратын боламын. Саған мыналар әлі ұрып жатыр ғой, әкесін қазір көзін құртатын боламын. Сен кімсің? Не істеп жатсың? Қазір сені ұрып тастайтын боламын.
дос. Мәссаған маймыл. Енді соңғы маймыл қалып тұр, қазір көзін құртып жүрмін. Мәссаған базар жоқ, мен маймылдардың бәрін көзінен құрттым. Ема рахмет аға, сіз болмасаңыз мына маймылдар менің әкемді өлтіріп тастаушы еді. Мәссаған енді қазір әкемді тұрғызайын. Мен әкеңді тұрғызамын, мен әкеңнің бәрін тепкілеп тастапты ғой маймылдар. Ема мәссаған рахмет, сен болмасаң мына маймылдар мені ұрып тастаушы еді. Ема рахмет саған. Мәссаған маймылдар шынымен де өте жаман екен ғой. Маймылдар мынандай мықты болады деп ойламаппын. Мен ақшамды арталмақшы болды ғой. Базар жоқ, сонда маймылдар сенің ақшаны ұрлайын деп пе еді? Шынымен мен өте бай тұрамын ғой. Бірақ мен қалада кішкене шығайын деп едім, балам мен мына маймылдар келіп мені ұрып тастады ғой. Базар жоқ, енді саған осы маймылдардан құтқарған үшін саған қазір $1000 берейін. Мә ал $1000. Саған $1000 ма? Базар жоқ, рахмет аға. Шынымен де $1000 өте күшті болыпты. Рахмет өрмекші адам, сен болмаса әкемді мына маймылдар өлтіріп тастап жеді. Оқасы жоқ, мен ондай болса өзімнің костюмді көтеруге құртсам болады екен ғой. Ондай тезірек қазір бір көрмейтін жерге барайын да өз костюмді көбейтейін. Міне базар жоқ, мына жаққа келіп қалдым. Қазір осы бұрышқа тығылып қалайын да $1000 қолданайын. $1000-ға қандай костюм келеді екен? Менің бірінші уровеньдегі костюм осындай болатын болса қатты мықты емес, бірақ ана дубинкасы бар. Қазір екінші уровеньдегі костюм қандай болады екен? Оған шынымен де $1000 керек болып тұр еді. Қазір осы жерге өзімнің екінші уровеньдегі костюмді көтеретін боламын. Мәссаған, мен шынымен де екінші уровеньдегі костюмді көтердім. Базар жоқ, мынандай костюм кішкене мықтырақ екен. Бағана костюм қарадым, бағана костюм бірінші уровеньдегі күші жоқ еді. Мынаны көрейік, қазір қандай күші бар екен? Ема базар жоқ. Ема төбеден құлап түсіп едім. Қазір ештеңе болған жоқ. Мына костюм шынымен де өте мықты екен. Мені құлаудан қорғайды екен. Ема шынымен де өте мықты екен, бірақ бұның басқа күштері бар ма екен? Өте ме екен? Осы костюмнан қазір көретін боламыз. Енді мен тағы да костюмін көбейтейін, әйтпесе мына костюмменде мен зұлымдармен төбелесе алмайтын сияқтымын. Мына костюм қатты мықты емес екен, сондықтан мен тезірек қазір үшінші уровеньдегі костюмді ашайын. Ол үшін маған $10,000 керек. $10,000 қайдан тапсам болады екен? Маған бір тапсырма ондай жоқ қой, тағы да бір. Мәссаған, енді не істесе болады екен? Мен өзімнің костюмді үшінші уровеньге көтеру үшін маған $10,000 керек. $10,000 қайдан алсам болады екен? Так, $10,000 мына жерде бір жұмыста бар ма екен? Жұмысты орындап $10,000 табатын. Әйтпесе мен $1000-ға өзімнің екінші костюм көтердім, бірақ үшінші костюм көтеру үшін маған $10,000 керек болыпты. $10,000 көтеру үшін так не істесе болады екен? Так, мында машиналар бар екен, андай қымбат машиналарды ұрлап сатып жіберсем екен, бірақ қазірден ұрлап әкетсем полицияға кететін сияқты ғой деймін. Сондықтан басқа жұмыс орындауым керек сияқты. Әйтпесе мына машиналар шынымен де өте мықты екен. Қазір жолдан өтіп кетейік. Мына жерде мүмкін бір адамдар бар шығар, көмек сұрап жатқан, соларға көмектесіп ақша табатын шығармын. Так, достар, мынау немене? Мынау машина мынау? Достар, мына кімнің машинасы мынау? Мынандай машина бір жерде көрдім өмірімде. Мына машинаның қасында тұрған халық па мынау? Шынымен де халық қой мынау. Базар жоқ, қазір қасына барып қойдым. Не істеп отыр? Сонда халықтың машинасы ғой деймін, шынымен де жап-жасыл болып тұр. Базар жоқ, мынау не машина екен? Халық қалайсың? Мынау сенің машинаң ба? Өрмекші адам қалайсың? Бұл менің көлігім, көрдің бе? Мен жаңадан көлік сатып алдым ғой. Мәссаған, сен мынандай көлік сатып алады деп ойламаппын. Мына көлік шынымен де өте мықты екен ғой, сен сияқты дәу екен бұл да. Бұл көлікті сонда базар жоқ, қымбатқа алған сияқтысың ғой. Көрдің бе, менің көлігім мықты. Айдап көрсең бола ма? Шынымен де күшті сияқты ғой мынау. Айдама, не істейсің айдап? Бұл менің көлігім, саған бермеймін. Сен білесің бе, сен кек алушыларына шығарып жібердік қой. Сен күшің жоқ болды енді. Сен біздің командада емессің. Сондықтан кет давай. Мәссаған, мен сенің досың едім ғой. Бұл көлік кішкене айдасам да болмай ма? Саған айттым ғой кет деп, сен түсінбейсің бе не? Мәссаған, сен сонда мені қуып жіберейін жатсың ба? Базар жоқ, сонда өзің мынандай көлік алып алдың, бірақ маған көмектеспей. Сен жаман көттісің ғой халық. Саған айттым ғой давай кет деп. Бұл көлік менікі, болмаса қазір сен таяй жейсің. Мәссаған, мына халық шынымен де өте мықты болып кетті. Қазір осы істеген үшін мен көлігін ұрлап кетемін ғой деймін. Қазір көлігіне отырып алайын. Базар жоқ, сөйтіп мен артымнан жүре алмайтын болады. Халық, давай онда сен, мен сенің көлігіңді алып кетемін. Тоқта, сен айтпадың, менің көлігімді істейсің. Базар жоқ, мінекей сен көлігіңді алып кетті, болды, енді сенің көлігің менікі болатын болады. Базар жоқ, енді халық анда қалып қалды ғой деймін. Шынымен де қалып қалды, мен артымнан жүре алмайдым. Мына көлік шынымен де өте мықты екен. Базар жоқ, қазір машиналардың қарағанда екі есе дәу екен. Көлік бірақ кішкене ақын жүреді екен. Көлікті мышып кетті ғой бір дөңгелегімен. Базар жоқ, мына көлік шынымен де өте мықты екен. Мына көлікті мен сатып жіберсем қанша ақша табады екен? Мәссаған, мен қазір осы көлікті сатып жіберейін. Симон так осы жерде тұр ғой деймін. Мына жақта болу керек Симон так. Мына жерде екен ғой шынымен де Симон. Базар жоқ, адамдарды мышып кеттім, жарайды, ештеңе етпес. Базар жоқ, Симон ғой деймін, шынымен де. Мына жерде машиналар толып тұр ғой. Көлігімді осына қойып қазір Симонға деймін. Ассалаумағалейкум, Симон, сен көлік аласың ба? Уағалейкум ассалам, өрмекші адам, көлік дейсің бе? Қандай көлік? Мына көлік пе? Шынымен де осы көлік көрдің бе? Мынау күшті көлік көрдің бе? Жап-жасыл еще ана дәу, кәдімгідей мышып кетеді, мықты көлік өте. Мәссаған, шынымен де өте мықты көлік. Менде андай өзгеше көлік жоқ еді. Менде тек қана осындай спорткарлар ғана бар. Мәссаған, Симон, сенде шынымен де спорткарлар өте мықты екен ғой. Мында қаншама Lamborghini, қаншама мықты көліктер бар мында. Базар жоқ, мына көліктер шынымен де өте қымбат тұрады ғой деймін. Мәссаған, мына көлікті аласың ба, Симон? Жарайды, өрмекші адам, мен онда болса осы көлігіңді $10,000 аламын. Мәссаған, $10,000 дейсің, мына қымбат тұрады ғой, $100,000 асып кету керек қой мына көлік. Мына көлік сенікі емес қой. Мына көлікті мен халықтан көргенмін, сондықтан біреудің көлігі болған үшін арзанға сатып аламын. Мәссаған, жарайды, болса $10,000 ма? Жайды, $10,000 алайын да, сөйтіп өзімнің костюмді үшінші уровеньге шейін көтеретін боламын. Жарайды, болса өрмекші адам, мына $10,000 алып сенің машинаңды
костюмын алып кететін боламын. Так, мына 10 000 долларды алдым. Мәссаған басы жоқ, енді тезірек қазір басқа жерге барып өзімнің 3-ші уровеньдегі костюмды ашатын боламын. Оны қай жерде ашсам екен? Так, мен 3-ші уровеньдегі костюм мына жерде ашайын. Мына жерде адамдар жоқ екен ғой қазір. Осы жерде мен 3-ші уровеньдегі костюмды ашатын боламын. Ол қандай болады екен қазір көретін боламыз. Мәссаған достар, қараңдар, мен 3-ші уровеньдегі костюмды аштым. 3-ші уровеньдегі костюмнан менде симбиоттың костюмы бар ғой дейме? Мәссаған қараңдар, мен қап-қара кеттім. Басы жоқ. Бұның күші бар ма екен қазір көретін боламыз. Мәссаған достар, қараңдар, мен алысқа секіре аламын. Басы жоқ, менің ішімде күшім көбейтілді. Мына 3-ші уровеньдегі костюм өте мықты екен. Қазір көрейік не істей алады. Мына машинаны соғып көрейік. Мәссаған қараңдар, машина былай жүре аламын. Басы жоқ, бұның тағы да қандай күші бар екен? Мәссаған қараңдар достар, менің паутинам, андай паутина бар екен, Веномның паутинасы. Базар жоқ, енді мен қаланы осылай спокойно жүрсем болады, адамдарды құтқарып осылай жүріп, мәссаған бұл күшпен мен көптеген заттар жасаймын ғой. Базар жоқ, мына шынымен де өте мықты екен, қараңдар. Мен стенадан жүгіре аламын. Базар жоқ, мына шынымен де өте мықты екен. Қазір тағы да қаланы аралап көрейік, тағы да не күші бар екен бұл Веном костюмның. Базар жоқ, қазір мына жерде тағы да адамдар бар ма екен? Соған өз күштерімді қолданып көрейін. Так, мына адамдарға қандай күші бар екен, бұны көретін боламыз. Мәссаған достар, менде мынандай күші бар екен, қараңдар. Мәссаған қараңдар, ема менде мынандай шиптар пайда болады, адамдар өлтіріп тастай аламын осылай. Базар жоқ, өте күшті екен ғой. Қазір тағы да қандай күші бар екен? Мына күші бар екен, мына күші керек, не істей алады екен? Ема базар жоқ, қараңдар, мынандай оқпен атады екен. Базар жоқ, мына өте мықты екен. Так, енді не істесе болады екен? Мен өзімнің 3-ші уровеньдегі костюмды аштым, енді 4-ші уровеньдегі костюмды ашу болады ғой дейме? Онда болатын болса мен қазір бір нәрсе істеуім керек қой дейме? Осы костюммен шынымен де мықты болдым ғой. Мына жерде полицейский аға не қылып тұр екен? Қазір сұрап көремін, не үшін тұрғанын. Ассалаумағалейкум, полицейский аға, мында не қылып тұрсыз? Сен кімсің? Мына жаққа кіруге болмайды, мына жақта өте қауіпті бандиттер бар, мында жақындамай-ақ қой. Мен оларға қарсы шығамаймын, бірақ мен басқа адамдарды құтқарып қалуым керекпін. Мәссаған, сонда ол бандиттер не істеп жатыр? Ол бандиттер өте мықты адамдардың бәрінің көзін құртып жатыр. Менің күшім келмейді, сондықтан мен басқа адамдарға жақындамасын деп осында тұрмын. Аға, ондай болса мен қазір осылардың көзін құртпа деймін, жақсы ма? Жарайды, болса давай көзін құртып қайт, бандиттен сөйтіп мен саған 100 000 доллар беретін боламын. Жарайды, болса мен қазір мыналардың көздерін құртатын боламын. Мәссаған базар жоқ, қазір мына көздерін құртатын боламын. Мәссаған қазір мына бен жеп қоятын боламын. Мына бандиттер өте мықты екен, қараңдар, қолында қаншама оружиесі бар. Қазір бұлардың көзін құртатын боламын. Базар жоқ, бұлар көздерін құртып өліп тастайтын боламын. Мыналар шынымен өте мықты екен бандиттер. Адамдардың бәріне тиісіп жатыр дейме? Қазір көздерін құртатын боламын бандиттердің. Болды, базар жоқ, міне барлық бандиттердің көзін құрттым. Так, мына жерде қалып қапты ғой, қазір мыналардың көзін құртатын боламын. Енді соңғы бандит, давай басқаша көзін құртайық. Мәссаған базар жоқ, міне барлық бандиттердің көздерін құрттым. Мынау шынымен де өте жаман екен ғой дейме? Мәссаған өлмекші адам, сен өте мықты екенсің ғой. Ондай болса мен саған қазір 100 000 доллар беремін. Мына бандиттер өте мықты болады. Енді сенің арқаңда мен осы бандиттердің көзін құрттым. Мә 100 000 долларды ал. Так, 100 000 долларды алдым міне. Ема базар жоқ, мен 100 000 долларды алдым. Енді қазір 4-ші уровеньдегі костюмды ашамын ғой дейме? Себебі 100 000 долларға мен 4-ші уровеньдегі костюм дәл келіп тұр. Қазір мына жерге тығылып қалып мен өзімнің 4-ші уровеньдегі костюмды ашатын боламын. Ол қандай болады екен қазір көретін боламыз. Базар жоқ, міне мен 4-ші уровеньдегі костюмды аштым. Ема мынау шынымен де өте күшті костюм ғой. Себебі қараңдар, мынандай артында өлмекшінің темір өлмекшілер шықты. Мынандай темір костюм, шынымен де темір адам жасаған костюм ғой дейме? Мәссаған, мына костюм өте мықты ғой. Базар жоқ, қараңдар, машинаның бәрін былай сындырып жатырмын. Базар жоқ, мына өте мықты екен. Мен ұша аламын ба? Ема мына костюм өте мықты ғой. 4-ші уровеньдегі костюм мынандай мықты болады деп ойлаппын. Бағана 3-ші уровеньдегі костюм, Веномның костюмы болатын болса, мынау кәдімгідей өте мықты костюм ғой. Бүкіл костюмдердің күші осы 4-ші уровеньдегі костюмға жиналған сияқты. Базар жоқ, мына костюм шынымен де өте мықты екен. Мен қазір осы қалада ең мықты супергерой болып кеттім ғой. Енді кек алушылардан да мықты болып кеттім. Кек алушылар енді мені қуа алмайды, себебі мен кек алушылардың ішіндегі ең мықты болып кеттім. Ал достар, міне видео соңына да келіп жетті. Егер видео ұнаған болса, міндетті түрде лайк және подписчикті басуды ұмытпа. Ал ондай болса, сау болыңыздар.